Сәлем достар, сіздермен бірге Alina Group компаниясын және оның брендтерінің жаңалықтарына арналған ең үздік ақпараттық жоба Alina News. Алматы қаласындағы лак бояу материалдарын өндіру желісіне жаңа жабдық орнатылды. Бұл өнімділікті және қаптау жылдамдығын арттырады. Алматы қаласында қазы базасын батарейкаларды жинауға арналған арнайы контейнерлар орнатылды. Бұл Alina Group'тың экологиялық жауапкершілігі мен тұрақты даму аясындағы тағы бір маңызды қадамы. Алдағы уақытта мұндай контейнерлер Alina Group'тың басқа филиалдарында да орнатылады. Контейнер толған соң барлық жиналған батареяларды арнайы қадеге жаратуға өткіземіз. Батареялар экологиялық талаптарға сай қадеге жаратылады. Табиғатты бірге қорғайық. Қарағанды қаласында ортау креативті технологиялар орталығында талантты суретші Бота Кенжебаева Дикарекс бренді өнімдерінің көмегімен жаңа туындысын жасады. Ал Көкшетау қаласында нашы бренді басқа өндірушілердің ұқсас өнімдерін салыстырып отырып, өз өнімдері мен олардың қасиеттері бойынша шеберлік сабағын өткізді. Әрине, нашы қоспалар ыңғайлылық, беріктік және басқа сипаттамалар бойынша ең жақсы нәтижелер көрсетті. Іс-шара Строительный двор Көкшетау дүкенінде өтті. Ал енді біздің тұрақты ардайымыз неге? Маған мұнда жұмыс істеу ұнайды, адамдар ұнайды, орта ұнайды маған мұнда істеген, өзіме ұнайды. Жан-жақты адамдардың қарым-қатынасы бір-біріне деген. Маған жұмыста ең бастысы тұрақтылық ұнайды. Өте керемет ұжым және адал басшылық. Мен осы компанияда жұмыс істегеніме қуаныштымын. Мамандары білікті, әрқашанда қол ұшын созып тұрады. Бір-бірінен байланысты. Бізбен бірге болыңыздар. Alina News арқылы жақсы жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Sustainability. Long-term balance between business growth and environmental care. For example, battery recycling is part of our sustainability strategy.